Жотам, көптен бері заряженный машиналар түсірмей кетіп еге, алдымызда тұрған Mercedes-Benz E63 AMG 212 кузовтағы рестайлинг. Көліктің объемы бізде 5/5 битурбо E63 болғанымен, бұл ешқандай да 6/3 болмайды. Бұның бойында таза 5/5 битурбо. Көліктің бойында 558 аттың күші бар. Ал бұның S версиясында 612 аттың күші бар. Бұл бізде ең сұлу әлі түрін бермеген дерзкий Мерседестердің бірі болып есептеледі. Фарын қарасаңыздар, машинаға уже 11 жыл, 12 жыл болды деп вообще айтпайсың. Түрін сол қалпы ұстап тұр. До рестайлингі шыққан кезде көбісі жақтырмаған болатын. JS-ге ұқсап кетті, анаған ұқсап кетті, мынаған ұқсап кетті деп. Содан кейін Mercedes бүкіл күшін салып, қанша ақша құртып, осы кузовты ойлап тапқан болатын. Бұның дисктарына да келсек, осындай 212-де негізі осындай дисктар тұрады. Бізде көбісі GT-дің, Ешканың 213 дисктарын салып тастайды, бірақ негізден оригинал заводской осындай әдемі дисктары тұрады. Артқы жағына келсек, артқы жағы өте сұлу, қарасаңыздар, дерзкий шыққан. Мынаны түнде көрсеңіздер, вообще потолок нос. Салонға келсек, бізде алдында CLS63 болған. Сол CLS пен салыстырғанда жерде бәрі почти бірдей болып тұр. Мына жерде щиток приборы, мына жерде тұрған кнопкалары, даже мынау AMG деген кнопкаларға да. CLS-ның өзінің бір минустары бар. Артына тек 2 адам ғана отырды, ол жерде капитанский. Сізге егер ол ұнамайтын болса, осы Ешканы вариант ретінде қарастырсаңыз болады. Бізде арт жағы тұтас, осындай капитанский емес. Короче, бұл машинаның философиясы андай ғой. Қалада жай өзің кетіп баратасың, Кунаеваның бойында спокойно. И қасыңнан бір какой-то Камриле, Соната, К5-лар шынып-шынып өтіп кеткен кезде просто так осындай AMG деген кнопканы басасың, болды, спорт плюске түседі. И былайынан басасың ғой, короче. Выхлоптың дауысы деген өте керемет болып тұр. Машинаның пробегі қазіргі таңда бізде 101 мың пробег. Бұл машина сонымен қатар бізде не битый, не крашеный. Солай барлық жастарымызға осындай Ешка алыңдар, осындай машина алыңдар, еңбектеңдер, пахат етіңдер. Сол кезде осындай естеттіресіңдер деп болады. Көлігіміз бізде қазіргі таңда сатылымда. Осындай асыл авто деген керемет автосалонымызда қазіргі таңда сатылымда тұр. Бағасы өздеріңіз келісіп, ұнаған болса машинаны тексеріп алып кетсеңіздер болады. Бұл жерде сонымен қатар мына жерде 100-ден астам машинаның түрлері бар. Келіп, кез келген көліктеріңізді алып кетсеңіздер болады. Ендеше сау болыңыздар. Келесі обзорда жүздескенше.